Баршаңызға сәлем, өте тәтті сырникидің рецепті. Ең алдымен творогты, ұнды және де қантты бір жұмыртқаны әбден түйіршіктері қалмағанша араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын. Енді тақтайдың астына ұнды молырақ сеуіп, осы массамызды біріктіреміз. Біріктірген массамызды осындай долькаларға бөлеміз. Кез келген долькаға бөлуге болады. Менде кішкене үлкендеу. Және де осыны домалақтаймыз. Қолымыздың немесе осындай банкының да көмегімен домалақтауға болады. Енді осы дайын сырникиімізді майға қуырып аламыз екі жағын. Өте оңай және де өте тез дайындалатын сырники. Ең бастысы өте дәмді. Егер де рецепт ұнаса, достар, лайк басып өздеріңізде сақтап алуға болады. Сау болыңыз.